Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен французша ет пісіру рецептімен бөлісемін. Өте дәмді ас мәзірінің бірі. Ол үшін бізге 1 килограмм ет, 10 картоп, 1 жуа, 4 ас қасық майонез немесе қаймақ, 200 грамм ірімшік, 1 қызанақ, 4 ас қасық сұйық май, 1 ас қасық қара бұрыш пен тұз, 4 ас қасық соя соусы және етке арналған дәмдеуіш қажет. Ет жұмсақ болып пісу үшін маринадтаймыз. Ол үшін етті жолақшалап турап аламыз. Етті маринадтамай тартылған етпен де жасауға болады. Төрт ас қасық майды, 4 ас қасық соя соусын, 1 ас қасық етке арналған дәмдеуішті, тұз бен қара бұрышты қосып, араластырып, дайындап аламыз. Дайын қоспаны етке құйып, 1 сағат маринадта ұстаймыз. Маринад дайын болғанша қалған заттарымызды дайындаймыз. Картопты дөңгелектеп тураймыз. Пиязды кішкене текшелерге бөліп тураймыз. Қызанақты дөңгелектеп тураймыз. Ірімшікті үккіштен өткіземіз. Ас пісіретін ыдыстың түбіне май жағып, картопты реттеп салып шығамыз. Үстіне тұз бен бұрышты сеуіп, майонез жағып шығамыз. Үстіне етті саламыз. Еттің үстінен туралған пиязды саламыз. Енді үстіне тағы да картопты тізіп, үстінен дәмдеуіштерімізді сеуіп, майонезді жағып, тағы да ет саламыз. Енді үстінен қызанақты қойып шығамыз.
үстіңгі қабатына картопты тізіп, үстінен дәмдеуіштерімізді сеуіп, майонез жағып, үстіне құрғатылған базилик себеміз. Асымызды 180 градус қызып тұрған пеште 50 минут пісіреміз. 50 минуттан соң асымызды түсіріп, үстіне ірімшік сеуіп, тағы да 10 минут пеште пісіреміз. Асымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.